әлемнің кез келген нүктесіне қоңырау шала аласыздар. Вебскам приложениясы арқылы енді сіздер телефон қоңырауларына артық төлемейсіздер. Сіздер приложенияға тіркелген соң сіздердің счеттарыңызға бонустық минуттар қосылады. Егер де бонустарыңыз таусылса, онда сіздерге көруге видео ұсынылады. Видеоны көріп біткен соң сіздердің счеттарыңызға тағы да бонустық минуттар қосылатын болады. Әлемнің кез келген нүктесіне, кез келген қалалық телефондар, кез келген басқа да операторларға белгіленген бағамен, яғни қалалық телефондарға 2,5 рубль, а мобильді телефондарға 1 рубль арқылы сіздер қоңырау шала аласыздар. Сәлем достар, менің апталық влогыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде понедельник 16 сағат қазір 1 болды. Вот бізге наконец-то шкафымыз келді. Қазір мына жердің бәрі қайттан ужас болып шашылып жатыр, қараңыздар. Қайттан барлығы жердің бәрі шашылып жатыр, ана жақтың бәрі кір. Сондықтан да мен қазір бүгін сабақтан сұрандық. Қазір обедтен кейін екеуміз оптикаға, наверное, барамыз. Вот, бәрін жинастырып реттеу үшін бәріне сабақтан сұрандым бүгін бір күнге. Вот, соны қазір реттейміз енді. Короче, мына шкаф, мен өзімді көрсетпей қойын. Мындай суреттері бар. И іші мындай аяқ менікі, аяқ полканікі, или наоборот, короче. Вот. Қазір мына жерінде мындай полочкалар. Кішкентай полочкалар. Вот, үйдің бәрі шашылып жатыр. Қазір, вот. Алло. Мынау бізде обувной. Шифонерка, Вот. не можно, шифонерка. А мынау бізде не деп жатыр? Прихожий. Куртка, которая киім салатын. Мына жақ маған қуандық болғаны керек, кілт салғанға керек екен. Вот күшті. Достар, бәрін біттік. Мен төсекті мына жақ қойдық раскладушкадан. Мінекей шкафымды қойдық, бірақ та вот именно ана жерді канцтовар и бижутерия дегендердің барлық кітаптар дегенді потом кешке жейдім болдым. Мына жерде мама аквариумға су толтырып жатыр. Вот мына жерді вот мынауықтың барлығын қазір кешке жинаймын. Мына жерді бәрін уже реттеп қойдық. Балкон каждый өз шкафын. Вот. И мына жерде мусор тағы қалған. Реттедік. Красота и порядок. Мына жердің есігін, кстати, ұмытып кетіпті, потом ол келеді. И вот. Мінекей біздің балықтарымыз да келді. Алтын балықтар. Желанияларда ұтып алыңыздар, қарап тұрғандарыңызда. Шутка не. Қазір вот аквариум дайындап жатыр, балка дайындап жатыр. Жемі. Балконды тазалайтын әкепті, кондиционер дейді. Су, короче, балықтарға обязательно осыны керек екен аквариумға. Мұны аквариум іске қостық. Осындай қойса, балықтар көбірек өмір сүреді екен, оказывается. Көреміз енді. Осылай істейсіздер суға. Былай істейді. Цвет өте әдемі. Достар, шашым тіктеатырым, қараңыздар, мынау сол жақ, мына жерде сол жақта, мен жағынан сол жақта шашым тіктелінген, мына жер тіктелінбеген, айырмашылығы көп тұрған жүрсіздер. Мен шашым былай да тік, просто мен бағана жинап жүрдім, сондықтан кішкене бір түрлі болып қалды. Достар, біз шықтық, қазір магнумға баратыр. Менде продукты бітті. Бәрі емес, ас, там овощи деген сияқты. Вот, и KFC-де жемегел көп болды. Мама бар кезде жеп алу керек. Достар, вот магнумнан келді. Қазір мен барлығын пакеттен шығарамын. Потом сіздерге көрсетемін не алғанымызды. Мінекей барлығын барынша әдемі қоюға тырыстым. Мына жерде бастайық. Мына жерде вот пельмени, арғы жоғына развес алғанымыз тәтті емес болды. Таңдай алып көрдік. Қазір көреміз енді. Потом вареники. Мен тырнағымды бүйтіп ұстап тұрмын. Өйткені тырнағымды сынайын деп тұр, қараңыздар. И ауырады бір нәрсе істейтін. Вот, вареники, вот, картофель и грибами. Потом магнат менікі и балконада мороженое жасырет. Мен магнат жақсы көремін. Золотой стандарт, вот именно дайын. Лар салфетки. Потом мына жерде мынау бізде ежевика ма, вишня. Мынау клюква. Балка морс жасайды. Осындайларменен қайнатып, білмеймін, сосын көрсетемін бір жолы.
потом майонез, укроп жақсы көремін тамаққа қосқанымды байқасаңыздар. Потом мынандай нан, нан ұнсыз, потом короче, вот ұнсыз мынандай зернада жасалған. Көреміз енді қалай болатынын, жек көрем, потом айтам. Потом мына жерде мынандай смесь мексиканская, короче, мындай көкөністер, мына жерде көрсеткен көкөністер ішінде дайын тұр, осыны просто қазанға саласында пісіресің. Потом мен сіздерге айтам қалай болғанын. И мына жерде итальянская, жоқ, овощи по-деревенски, вот екеуін көрем дайындап, потом айтам бір күні қалай болды, тәтті ма, тәтті емес па. Потом удивитель, қазір аквариумға керек, мына жерде алмалар, алмалар өте қатты жегім келді, апорт деген алдық, бірақ қатты сияқты көреміз қазір. Мындай лапша, лагманға жасағым деп жүр. Көреміз қалай болатын. И банандар сағынып кеттім қатты. И мынандай қауын, қараңыздар. Просто қандай қауын. Мама айтты, жек көріңіз, күшті деді, көреміз қалай болатын. Потом мындай сырный соус, осы сырный соус Астория деген самый вкусный. Қалғандары тәтті емес, сондықтан да көріп дәмін көріңіздерші. Вот именно на компания Астория деген, қалғандары онша емес. Сосын паста, огурцы, помидор таппай қойдық. И виноград, жүзім, басқа фрукт, ана жоқ қатты фрукты жегім келді, осыларды алдық. Потом мына жерде күріш, майда күріш, ана жоқ күріш алып қойдық. И қант, и напиток менікі, и картошечка. Вот. Біздің бүгінгі покупкаларымыз осындай болды. Кстати, көбісі айтады, типа там, неге көп тамақ көрсете бересің, не алғанды көрсете бересің, там еще что-то сондай бір нәрселерді. Біріншіден, егер де сіздерге көрсете бересің десе, значит сендер уже мен каналымда бірінші рет емессіздер. Егер де бірінші рет немес уже көп рет көріп жатсаңыздар, не үшін менің каналыма қайтып келіп жатсыздар, неге көріп жатсыздар менің жасаған нәрсем, менің шығармашылығым, менің каналым сіздерге ұнамаса, не үшін вообще менің каналыма келіп видеомды көріп жатсыздар, айтыңыздаршы. Көргендеріңізге рахмет, андай комментарийді, ол мен үшін как-то ештеңке емес, просто мен сіздерге түсінбеймін соны жасағандарды, но маған как-то ол, мен хейтқа ешқашанда, көңіл аудармаймын. Екіншіден, сіздердің вообще оған жұмыстарыңыз не? Біреулердің, сіздер танымайтын адамдардың біріншіден фигурасы, оның не алып, не қойғаны, оның қанша теңге құртып атқаны, бір нәрсені дұрыс емес есе, не қыласыздар, айтыңыздар, вообще біреудің өмірін қарап, оны сынап, оны көре алмаушылық жасағаннан көрі, өз өмірлеріңізбен айналысыңыздар, сонда сіздердің өмірлеріңіз может жақсы болып кетер. Сондықтан мен өмірім керемет, все, мен идеальный адаммын деп айтпаймын. Менде өмірімде қиыншылықтар, ұрыстар, баукаменен ұрыс. Кстати, баукамен туған інім, көбісі түсінбей жатыр екен жағада келгендер. Ол менің туған інім, арамыз 2 жас. Вот, сол баукаменен ұрыстар, мамаменен ұрыстар болып қалады. Маманың маған қатты ұрысқан кездері, менің де мысалы бір нәрселерге жылап, менің де жолым болмай, ойлағаным іске аспай, немесе новый нәрсені бастап, оны орындай алмаған кездерім, немесе басқа да қиыншылықтар болады. Мен де адаммын, мен де 19 жастамын, и менде де сіздерде сияқты қалыпты 19 жастар, 18 қалыпты подростықтағы жағдайлардың барлығы менде де, менің өмірімде де болады. Менде де достармен ұрыстар, түсініспеушіліктер, тағы да сондайлар болады. Мен өмірімде оның барлығын көрсетпеймін, минус жақтарын мен ешқашанда камераға көрсетпеймін, ешқашанда маған қиын жақтарды, мен қиналғанымды, жылағанды мен кішкентай кезінен бастап ешкімге көрсетпеймін. Мен біреудің маған аянышты қарағанын, көмектескенін мен ешқашанда ұнатпаймын. Сондықтан да мен оны ешқашанда көрсетпеймін. Мен оны көрсетпесем, ондай менің өмірімде болды, ондай менің өмірімде жоқ деген мағынада емес. Сіздер осы ютубтан қазір көріп отырсыздар, только сол заттарды, которые мен сіздерге көрсетіп жатқанымды. Ал көрсетпей жатқан нәрселер өте көп. Мен негізінде бір күнде 24 сағат бар. Ал на влог где-то 20 минут шығар, мен әлі білмеймін қанша екенін. Бұл жерде 3-4 күн. Сондықтан да 24 сағат болып жатқан нәрселерді, немесе одан да көп нәрселерді бірнеше минуттық видеолар арқылы сынаған дұрыс емес. Сондықтан да біреудің өмірін, ақшасын, қанша жігітпен жүріп жатыр, не істеп жатыр екенін санап, қарап жүргендеріңізше өз өмірлеріңізбен айналысыңыздар.
мен айтпаймын мен ешқандай блогерді көрмеймін, мен күштімін деп. Мен барлық блогерларды көремін, барлығын шынымен көп блогер көремін. Бірақ мен ешқашанда ешкімді сөкпеймін. Мен ешқашанда анау не үшін алып жатыр, вообще ақша тауып жатыр екен ана заттарға деп мен ешқашанда ойламаймын. Әркімнің әр өмірі. Мен көремін, ол маған қызық, мен сол үшін көремін. Мен оны бірақ ешқалай сөкпеймін. Сондықтан да сіздерге де соны кеңес беремін. Бұл нәрсенің бәрі менің ойым. Орындайсыздар ма, орындамайсыздар ма, тағы бір нәрселер жазып жатсыздар ма, маған как-то бәрібір. Сондықтан да жай ғана ботадан кеңес. Достар, бағанан бері мен мына жерді жинастырдым. Бағана көрдіңіздер қандай болғанын. Жоқ, бірінші мен келіп постелімді алып, мен шашымды қараңыздар қандай болып тұрғанын. Шашымды, постельді барып ауыстырып жудым. Новый салдым мінекей қазір ғана. Азап мұж екен, ладно, нормально. Вот, мына жерді жинастырдым. Сабақ оқитын жер барынша минималистичный болды енді. Мен ручка салатынды ұмытып кеттім, сондықтан пока что пеналда бола тұрсын дедім. Мына жақты реттедім. Мына жақтың бәріне салып қойдым уж керек заттарды. Вот, мына жақта барлығы ременьдер, өзімдікі, сумканікі. Вот, мына жақтың барлығы менің косметический заттарым. Мына жақтың бәрінде бижутерия, сырға, мойынға тағатындар, шашқа тағатындар. Мына бәрі күнде қолданамын мен. Сондықтан да оларды жинамай қою керек. Косметикам. Мына жерде сағаттарым, очкилерім. Кстати, балықтардың жағдайы қазір. Балықтардың үстіне балық не салмайдық. Жағдайлары қалай екен? Қазір балқа келген соң свет қосады. Вот. Осылай. Когда соңғы партия жуып жатыр. Мына постельді ертең жуам, уже өйткені жаятын орын жоқ. Қазір жуып болған соң уже все душқа түсем. Мен уже душтан шықтым. Маска жасадым, өйткені таудан кейін кеше жасауым керек, бірақ мен кеше вообще шеке шамам болған жоқ. И сразу ұйықтап қалдым. Содан кейін таудан кейін бетім бәрі аздап сухой болыпты, жарылып кетіпті, қызарып тұрды. Сондықтан да бүгін жасайын деп шештім. Қазір уже 5 минут қалдым. Сағат 2:30 болды уже. Достар, қайырлы таң. Біз қазір философияда отырмыз. Арай бар. Қазір екінші лекциясы басталады. Екінші 20 минуты. Вот. Кто-то что-то апай ұмытып кетті, ой деп перерыв кеткен. Мен дәптерім жай қараңыздар, ештеңе жоқ. Екен апай бәрін тез айтады. Негізі қызық сабақ философия. Біз қазір физрамыз. Занимация етіп өтіп жатырмық. Толтырып жатыр, кім бар, кім жоқ. Инара мен Мери. Біз осы жерде айналысамыз дворда. Достар, мен үйге келе жатыр. Мына жақта адам көп, мен бірінші рет осыны видео түсіріп жатырмын. И бізде бүгін Алматы арена жақта хоккей болып жатыр екен. Бүткіл қала, солдаттар, короче, там милиция, скорый, вот естіп жатқанса, осы жерде барлығы, бүткіл қала осы жерде. Автобус, жолдың бәрі полный. Қайта 2 сағат жүріп келдім, шаршап кеттім. Вот, қазір үйге балка кеспесе қой, кеспешемін, точнее, мен қарымда қалады, что еще аяқтарымда таудан кейін әлі ауырып жатыр. Бүгін уже 3-ші күн ғой деймін, қатты ауырып жатыр. Шынымен де достар, өте қатты. Әрең келе жатырмын. Еще бүгін бізде физра болды. Вообще күштім. Вот, ол влогты көрмесеңіздер, көріңіздер. Қазір сол влогты монтаж жасауға отырамын бүгін. И ол 2 күннен кейін шығады. Еще бір видео түсіру керек бүгін. Короче, достар, мен уже келдім. Және айтқан болатын, кеспес деп жатыр балка деп, бірақ та мен түсірген жоқпын, өйткені кеспес ұнаған жоқ маған. И мен түсіргім келген жоқ. Мен жедім кішкене ғана. Вот. Тағы да бір стирка сап қойдым. Кеше қалған постель. И қараңыздаршы, менде мына көзімде, оң көзімде кірпіктерім почти барлығы нормальный, да, вот. Ал мына сол көзімде уже почти барлығы түсіп қалған, білмеймін. Екі көзімді де бірдей ақ ұстаймын, бірақ та мына көзімде барлығы целый, мына көзімде целый емес. Білмеймін, неге осылай болған, бірінші рет менде осылай болып тұр. Вот, и қазір мен шаша жатырмын, қатты ұйқым келіп жатыр. Қазір Біржан Нұрым деген бір інілеріме звондаймын. Шуға видео звонокпенен солармен сөйлесе алайын. Сосын энергия жинап алайын, сосын сіздерге ораламын. Мінекей біздің аквариумымыз светпенен қазір балкон сумка істеп тұр. Бірақ ол светпенен осылай көрінеді. И мен түнде ұйықтатқанда білмеймін қалай екен. Бірақ тырнағым сынып қапты, ертесіме тұрсам, тырнағым жоқ. Түсінбей қалдым ғой, сөйтсем төсектің ішінде жатыр екен. Прикольно, да, түсімде қалайша түсініп қалғаным.
Короче, достар, жандармен сөйлесіп біттім. Кішкене болсын энергиям көбейді. Енді қазір кеше мен жуған заттарымды қазір орнына қоямын. Бағана сабаққа кешігіп баратып қойған жоқпын. Мінекей полотенцеларды жуып біттім. Қазір соңғы партия салам болды, сонымен жайып келейін. Содан шықтым, мен сабақ істесе болады. Менде 2 лекцияны көшіру. Сонда тырнағым өте уродливо көрінеді. Мен жүзім жүйіп жатырмын.